Ассалаумағалейкум менің подписчиклерім. Мен ендігіден былай үстінде қалып не пісіргенімізді салып баратын боламын. Енді тоқтап тұрып бірінші танысып алайық екен. Менің атым Жанна, и мен Қарақалпақстанның Нукус қаласында тұрамын. Енді мен осындай қылып салмасқа, неге салмасқа? Хәмеде салып жатырыпты, өзінше фудблогер болып. Енді мен осындай қылып салып барамын. Һәм бүгін біздер бөрек пісіреміз. Соның үшін енді сорпасына керекті пияз, картошка, кешір, соларды қыршып аламыз. Бұл жерде мен істеп жатыр емеспін, себебі мамам айтты, мен осындай қылып ютубке саламан. Соның үшін маған соларға жәрдемдесетін. Һәм менің ілтимасым мамам неде осындай қылып пісіріп жатырыпты. Һәм енді не қылайық, біздердің ізімізден қалмайды ғой содан бері. Һәм менің айподсымен осындай қылып ойнап отырды. Һәм сондай. Егер сілерге маған осындай қылып ауқат пісіріп түсіргенлерім ұнаса, мені қолдап қуатлап кетіңіз. Һәм енді мінерге дамир жетпегенде барсигам киген ғой, еще оны көрмегенбіз. Һәм мінерде барсигам менен видеоға түсіп алайын деп жүріпті. Дамирам ешкім, барсигам ешкім да. Бірақ қараңдар, мына екеуі де жүріпті ғой мінерде. Бірақ неғып жүрген білмеймін да. Өзі кухнямыз тар, еще бұларам мінерде тығылысып жүріпті ал. Біреуі мамама бір нәрсе дейді, екіншісі және бір нәрсе дейді. Һәм фонларымызды білдіреді осындай қылып. Науқасқа столға мініп кеткен ғой даже. Һәм дамирді жылатып таяды. Һәм осы тығылыста мамам осы затларды турап болды. Мінерде мен енді қазанды шығарып жатырыппын, уже соларды қорып сорпа істеу керек қой. Күнделікті ауқатымызды түсіріп жатырмыз. Һәммесі адди болады. Һәм осындай қазанымызды алып, ішіне майды салып, қыздырып аламыз. Һәм затларымызды қуырып бастай береміз. Енді осының ішіне томат, приправа, чеснок соларды салып, осындай қуырамыз. Да уже сленіп болды, и дәміне қарап тұзларды саламыз. Ал бөректің ішіне осы затларды саламыз. Потом уже жағы қуырылып болды затларымыз, и соған су қоямыз. Вот, сорпа уже дайын, енді қайнаса болды. Енді осы пиязымызды и фаршымызды жақсылап жығылап, һәм қамыр илеуді баслап кетеміз. Һәм сондай қылып мамам қамыр илеп берді. Иледі, және иледі, һәм иледі, және иледі. Һәм бірден сондай екі зуала қамыр пайда болды. Енді қамырларды сондай қылып жайып баслап кетеміз. Қамырды пельменге жайғандай қылып, сондай қылып жайып аламыз. Һәм вот, жайып болдық. Енді нередесе Мирас пен Дәулет магазинге барып келіп, сондай мармелад алған ғой. Һәм осындан түсір, и так видео түсіріп жатырсаң ғой деді. Потом яш түсірейік деді. Потом сондай түсірдік. И еще қайттан кірісіп кеттік. Һәм біздер сондай лайфхактан пайдаланып көрген едік қой. Ішіп қамырды бүгіп, потом осы кесамен домалақ кестік. Һәм не болды? Бір-бірімен жабысып қалды. Қолын ұстады. Потом оларды айырып, әйтеуір һәммесін турап, сондай ішіне начинкасын фаршымызды салып алдық. Һәм оларды ізбезілікте бүгіп баслай бердік. Арттан не шум десеңіз, неде дамир өзінің машинасын ұрып жатырыпты, соның үшін ғой. Поэтому сондай. И вот уже бөрегіміз дайын болайын деп қалды. Һәм соларды жақсылап бүгіп аламыз. Енді бүккеннен кейін, конечно, сорпамыз уже қайнады, картошкасы ішінде пісті. Һәм содан кейін соларды салып жібереміз. Вот, уже пісті. Өйтіп пісіріп жатырған жерлерімді сала бермен да. Нормально ғой, бірақ мен түсірген жоқпын. Һәм осындай қып-қызыл сорпамызбенен ауқатымыз дайын болды. Ал біздерге ас болсын. Ал менің видеоларым сіздерге ұнады ма? Ұнаса лайк басың, подписка басың. Всем пока!